Қазақстан құрамасы қазан айында Финляндияға қарсы кездесуде тарихи жетістікке қол жеткізген 250-ші голын салды. Финдердің қақпасына Бақтияр Зайнутдинов гол соққан еді. Осы тұста Қазақстан құрамасының алғашқы немесе 100-ші голын кім салды деген сұрақ туындайды. Жалпы Магомед Адиевті Қазақстан құрамасының тарихындағы ең үздік бапкер дейміз. Біздің құраманы ол жаңа деңгейге шығарғаны рас, бірақ Қазақстан тарихында ешқашан жеңіліп көрмеген бапкер барын білесіз бе? Кім екенін білсеңіз, шок боласыз. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Бүгінгі шығарылым Қазақстан құрамасы және цифрлар деп аталады. Біздің құрамаға қатысты ең қызық деректер, ең көп матч өткізгендер, ең үздік сұрмергендер, жалпы сандар болады. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Айтпақшы, бастамай тұрып, екінші тайм жобасының Telegram және Instagram парақшалары барын ұмытпаңыз. Соған тезірек жазылып қойыңыздар, сілтемесі төменге қалдырамын. Ал енді бастаймыз. Достарымыз, теннис кезетте бонус ябыр басталды. Тапсырмаларды орындап, күн сайын бонус ақша алыңыздар. Әр ұтқан бәсіңізге бонус шотынан арнайы сома қосылып тұрады. Сөйтіп, ұтысыңыз ұлғая береді, сілтемесін төменде қалдырамын. Қазақстан құрамасының ең алғашқы голын Владимир Нидергаус соқты. 1992 жылы 1 маусымда Орта Азия кубогы аясында Алматыда Қазақстан мен Түркменстан кездесті. Бұл Қазақстанның тәуелсіз тарихындағы ең алғашқы матчы болатын 1-0 есебімен жеңдік. 85-ші минутта Нидергаус допты қарсылас қақпасының тоғыздығына дәл тепті. 50-ші гол ұзақ күттірді. 8 жыл күттік. 2000 жылы сәуірде Азия кубогының іріктеу турнирінде Дохада Пәкістанды 4-0 есебімен жеңген едік. Сол 4-ші доп біздің құраманың тарихындағы 50-ші гол болды. Оны 72-ші минутта жартылай қорғаушы Алексей Клишин салған. Ал 100-ші голды 2006 жылы шілдеде салдық. Ол кезде УЕФА-ға ауысқан кезіміз, бірақ азиялық құрамаға гол соқтық. Қырғызстанға қарсы жолдастық матчта Руслан Балтиев пенальтиден салған болатын. 200-ші голды 2018 жылы көрдік. Ұлттар лигасында Андорраға қарсы матч. Осындай мерейтойлы голды Жозеп Гомес соқты. Ойбай, бұл кім еді деп ойлап отырған шығарсыз. Бұл Андорраның қақпашысы. Допты өз қақпасына соғып алды. Жалпы біздің құрама өз тарихында 238 матч өткізді. 64 мәрте жеңді, 52 рет тең түсті, 122 рет жеңіліп қалды. Ең табысты жыл 2022. Былтыр 10 матчтың 6-ауында жеңген едік. Бір жылда 6 жеңіс. Еш қашан болмаған мұндай. Ал биыл бізде 5 жеңіс бар. Ештеңені меңзеп тұрған жоқпын, бірақ енді 2 рет жеңіске жететін болсақ, өзіміздің жеке рекордымызды жаңартамыз. Сан-Марино мен Словенияны жеңсек болды. 7 жеңіс болады бір жылда. Қай құрамаға қарсы жиі ойнағанымызды білесіз бе? Әзербайжанға қарсы. Олармен 12 рет кездесіп үлгеріппіз. 6 рет жеңдік, 3 рет тең түстік, 3 рет жеңіліп қалдық. Ең көп жеңісіміз де осы Әзербайжанға қарсы. Әзербайжаннан басқа ешкімді 6 рет жеңіп көрмеппіз. Қырғызстанды 5 рет, Молдова мен Тәжікстанды 4 реттен жеңіп шығыппыз. Одан бөлек біз тең түскенді жақсы көретін де құрамамыз бар. Бұл Латвия. Олармен тарихта 7 рет кездесіппіз, оның 4-еуі тең есеппен аяқталыпты. Ал енді бір жаман статистика, бізді ең көп жеңген құрама кім? Ол Түркия. Түрк бауырларымызбен 6 рет кездестік, 6-ауында да жеңіліп қалдық. Финляндия мен Данияға 5 реттен жол беріппіз. Қазақстан кімнің қақпасына көп гол соқты? Қырғызстанның. Оңтүстік көршілеріміздің қақпасына 18 гол салыппыз. Әзербайжанға 15, Пәкістанға 14 гол соқтық. Андорра біздің футболшылардан 11, Непал мен Сан-Марино 10 голдан жіберіпті. Мұның бәрін қоссақ 73 гол. Тарихымыздағы 251 голдың 3-тен 1-і, яғни осы құрамалардың қақпасына соғылған. Ал біздің футболшылардың тарихтағы ең ірі жеңісі 7-0. 1997 жылы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде Пәкістанды дәл осындай есеппен жеңіппіз. Сырт алаңда. Ал енді ең ірі жеңілісімізді айтпай қояйын деп едім енді, бірақ бұл видеода айтуымыз керек. Оны сіз де жақсы білетін шығарсыз. Францияға қарсы ойын 0-8. Ал енді Қазақстан құрамасы қатысқан қай матчта жанкүйер ең көп келді? Мұндай рекорд 2008 жылы тіркелді. Ол кезде Англияға қарсы кездесуде Уэмблиге 89 мың жанкүйер жиналған. Дәл сол кездесу Жамбыл Көкеев гол соғатын. 1-5 есебімен жеңіліп қалатын ойынымыз. 1998 жылы Таиландқа қарсы жолдастық кездесуге 60 мың жанкүйер келіпті. Олар екінші орында. Қазан айынан бері Қазақстан құрамасының үздік сұрмергені Бақтияр Зайнутдинов. Ол 34 ойында 14 гол соқты. Өкініштісі, биыл
Бұл рекордын өзі жаңарта алмайды. Руслан Балтиевте 13, Виктор Зубаревте 12 гол. Абат Айымбетов құрама сапында 8 гол соғып үлгерген, ол қазір 28 жаста 3-ші орынға, 2-ші орынға көтерілуге негізі мүмкіндігі де бар. Ал құрамадағы матчтар саны бойынша рекорд Самат Смақовқа тиесілі. Ол Қазақстан құрамасының жейдесімен алаңға 76 рет шыққан. Арасында үзіліс жасап, 16 жыл бойы ел намысын қорғады. Руслан Балтиев 73 матч өткізді, ол 2-ші орында. Дәл қазір Сергей Малыйдың 1-ші орынға шығуға мүмкіндігі бар. Ол құрама жейдесін 65 рет киген, 33 жастағы қорғаушы тағы 11 ойын өткізсе, Смақовты қуып жетеді. Бір қызығы Исламбек Қуатта 60 матч өткізіп үлгеріпті. Ол 4-ші орында тұр. Ал енді құрамадағы бапкерлерге келейікші. Магомед Адиев мырза әрине кез келген статистикада 1-ші орында тұруы қажет. Себебі біздің құраманы жаңа деңгейге шығарған, жаңа эмоциялар, жаңа қуаныштар алып келген бапкер. Бірақ енді бұл жерде бір цифрларға тоқталайық. Қазақстан құрамасының бапкері ретінде мүлдем жеңілмеген бір жаттықтырушы бар. Кім екенін айтсам, қазір шок болып жағаларыңыз ұсайтын шығарсыздар. Бұл Бақтияр Байсейітов. Иә, сол Ордабасының бұрынғы президенті, қазір іздеуде жүрген адам. Ол Қазақстан құрамасының ең алғашқы бас бапкері. 1992 жылы ол құраманың тізгінін ұстады. 7 матч өткізді, 4 рет жеңді, 3 мәрте тең түсті. Бірақ оның бәрі Орта Азия елдеріне қарсы кездесулер еді. Ал енді құраманың тізгінін ұстап алып, мүлдем жеңіске жетпеген бапкерлер де бар. Ресейлік Леонид Пахомов шетелден алынған алғашқы бапкер еді. 2003-2004 жылдары 9 матчтың 2-інде тең түсіп, 7 рет жеңіліп қалған. Тағы бір ресейлік маман Александр Бородюк 7 матчтың 1-інде ғана тең түсіп, 6-ында жеңіліп қалды. Ал біздің құраманың бас бапкері ретінде ең көп матч өткізген нидерландық Арно Пайперс. Бұл маман 36 матч өткізген. Чехиялық Мирослав Бераник 24 ойында бапкер болды. Одан кейін Серік Бердалин тұр. Ол 1995-97 жылдары 20 матчта жұмыс істеген. Біздің құрамада дебютін өткізген ең жас футболшы Жамбыл Көкеев. 2006 жылы 14 ақпанда Жамбыл Иорданияға қарсы кездесуде алғаш рет ұлттық құрама жейдесімен алаңға шыққан. Ол кезде 17 жас, 4 ай, 25 күнде еді. Ал Сергей Хижниченко 17 жас, 10 ай болғанында дебютін өткізді. 3-ші орында Еркебұлан Сейдахмет тұр. Қазақтың Мессиі деп аталған Еркош 18 жас, 1 ай, 19 күн болғанда құрама сапындағы алғашқы матчына шыққан. Айтпақшы, Еркош Қазақстан құрамасының сапында гол соққан ең жас футболшы ретінде тарихқа кірген. Ол Сергей Хижниченкодан 4 күнге озып кетті. 18 жас, 1 ай, 19 күн дегенде Венгрия қақпасынан саңылау тапқан. Хижниченко да 18 жасында Андорраға гол соқты. Руслан Балтиев пен Бахтияр Зайнутдинов 19 жасында алғашқы голын салған. Осы тұста Қазақстан құрамасының сапында гол соққан ең егде футболшы кім деп сұрасаңыз болады. Ал егер сұрасаңыз, жауап берейін. Бұл да сол біздің Бақтияр Байсейітов. Ол 1992 жылы шілдеде Ливия қақпасына 39 жасында гол соққан. Екінші орында Самат Смақов тұр. Ол 34 жасында Түркияға гол салды. Былтыр Аслан Нарабаев 3-ші орынға көтерілді. Ол 33 жасында допты Словакия қақпасында тулатқан. Ал бізге ең көп гол соққан футболшылар кім? 4 голдан соққан 7 футболшы бар екен. Олардың қатарында Томас Мюллер, Килиан Мбаппе сияқты жұлдыз ойыншылар бар. Ал ең нәтижелісі Фатих Текке. Түрік ойыншысы бізге қарсы 2 матчта 4 гол салып, 2 нәтижелі пас берген. Қазақстан құрамасының қақпашыларына тоқталайық. Біздің қақпаны ең көп күзеткен голкипер кім? Алаңға ең жиі шыққан Давид Лория. Ол 46 матчта ел намысын қорғаған. 10 матчта құрғақ өткізді, 79 гол жіберді. Андрей Сидельников естеріңізде шығар. Ол 2-ші орында. Мәскеуде туып, Қазақстан азаматтығын алған Сидельников біздің құраманың сапында 29 ойынға қатысты. 7 кездесуде өз қақпасына гол жіберген жоқ, жалпы алғанда 49 гол жіберген. Бірақ Андрей анау-мынау гол жібермейтін. Хамит алтын топтан жіберген голы Пушкаш иегері атанған еді. Оны Сидельниковтың өзі апарып табыстаған алтын топқа. Одан кейін Стас Покатилов тұр. Ақтөбенің голкипері 26 матчқа қатысты, 8 рет құрғақ ойын өткізді, 47 гол жіберді. Бірақ Стас 2021 жылдан бері ойнап жүрген жоқ. Соңғы рет Франциядан 8 гол жіберген. Бүгінге осы Қазақстан құрамасы туралы барлық ақпарат деректі жинап бір шығарылымға қостық. Видеоны аса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. YouTube арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар, тезірек 7000 жазылушыға жетейік. Және Қазақстан құрамасы алда 2 маңызды кездесу өткізетінін естеріңізге сала кетейін. 17 қарашада Сан-Мариноға қарсы ойын, ал 20 қарашада Словенияға қонаққа барамыз. Егер осы 2 ойында жеңіске жететін болсақ, қазақстандықтар тарихында тұңғыш рет Еуропа чемпионатына жолдама алуы мүмкін. Жеңісті күндерде жолыққанша сау болыңыздар.